Шетелдік гранттардың басты миссиясы қандай? Ақшаны төлеп отырған мемлекеттен қаржы алу, сол елдің сойылын соғу емес пе? Тегіннен тегін ешкім ақша таратпайды. Оны біз білуіміз керек. Яғни саяси қызметін әрі қарай жалғастыру мүмкін ба? Немесе тоқтата ма? Әлеуметтік желіге қарасақ, бір керемет Украина бір Ресейді жаулап тұрған сияқты. Гранттарды жұмсақ күш деп қарауымыз керек пе, жоқ әлде тек қана грант деп қарауымыз керек? Ақты қарап, қараны ақып көрсетуге болатын заманда өмір сүріп жатырмыз. Жұрттың аузына қақпақ бола алмайсың ғой, Олжас мырза. Ертеңгі күнін көре алмайтын сол грантқа қарап қалған мемлекет емеспіз. Ешқандай нәрсе адамды атуға рұқсат бермейді. Солай деп ойлайсыз ба? Меніңше солай. Ал Украинадағы революциялардың себебі неде? Ассалаумағалейкум, қымбатты көрермен, эфирде баптаймыз. Біз бүгін бір өте өзекті мәселені ортаға салғымыз келіп отыр. Бұл шетелден грант алатын ұйымдар жайында. Нақты айтсақ, елімізде осы сырттан қаржыландырылатын 200-ге тарта үкіметтік емес ұйым бар екен. Бұл ұйымдардың 70% ақштың әртүрлі көздері арқылы қаржыланады. Үкіметтік емес ұйымдардың көбісі бұқаралық ақпарат құралдары саласында немесе сөз бостандығы, адам құқығы саласында жұмыс істейді. Әрине, гранттар басқа да себептермен беріледі. Мәселен, Қазақстан тәуелсіздік алған 1991 жылы бізбен ынтымақтастық орнатқан USAID агенттігі денсаулық сақтау сапасын арттыруға, азаматтық белсенділікті арттыруға, заң үстемдігі қағидатын ілгерілетуге, экономиканы әртараптандыруға, энергетикалық секторды жаңғыртуға және су ресурстарын басқаруды жақсартуға қаржы бөліп келе жатыр. Бірақ ақштың халықаралық даму агенттігі, яғни USAID 2025 жылдың 1-шілдесінен бастап ресми түрде жабылды. Барлығымыз жақсы білеміз, сол кезде билік ауысқан еді. Нақты айтсақ, Америка Құрама Штаттарының президенті болып, Дональд Трамп келе сала осы мәселені қолға алды. Сонымен USAID-тің функциялары ақш мемлекеттік департаментіне берілген еді. Еліміздегі бірқатар грант алушылар USAID арқылы Қазақстан аумағында бірнеше бағдарлама жүргізген. Орталық Азия мемлекеттеріне түрлі грант бөліп келген институттар аз емес. Олардың негізгі мақсаттары қандай? Донор елден қаржы алу, яғни ақшаны төлеп отырған мемлекеттен қаржы алу, сол елдің сойылын соғу емес пе? Бүгін баптаймызда осы бір мәселені ортаға салмақпыз. Бүгінгі студиямыздың қонағы парламент мәжілісінің депутаты Олжас Құсыпбеков. Олжас мырза, студиямызға қош келдіңіз. Ашығын айтуымыз керек, біраз әріптестеріңізге хабарластық бұл мәселе бойынша. Бірі сырттамыз деді, бірі нәзік тақырып екен деп бас тартып жатты. Келісім бергеніңізге, уақыт тапқаныңызға алғыс етемін бірінші кезекте. Енді кіріспе сұрақтан бастасақ, шетелдік гранттардың басты миссиясы қандай? Және шын мәнінде олардың гранты көмек пе, әлде сыртқы бір саясаттың сырттан әсер ету тетігі ме? Қайырлы күн, Ерғанат мырза. Сізді көргеніме қуаныштымын. Өте нәзік тақырып, мен де келісемін, бірақ бұл жерде енді жаңағы ақтың ағын, қарасын қарағып айту мақсатында келдім. Сол мақсатта өзімнің жаңа ой бөлісіп. Бұл жерде енді бұл заманда, қазіргі судында сұрау бар заманда, тегіннен тегін ешкім ақша таратпайды. Оны біз білуіміз керек міндетті түрде. Әр келген қаражаттың артында міндетті түрде бір басқа елдің немесе басқа елдің саяси мүддесі болуы мүмкін. Ол одан басқа бір инфрақұрылымдық жобалар болуы мүмкін. Мысалы үшін басқа да бір қоғамға пайдалы шаруалар, адам құқықтарын қорғау деген сияқты, немесе бір Арал теңізіне байланысты деген сияқты бір гранттар болуы мүмкін. Енді соның ішінде мысалы үшін бір саясатқа бір кері әсері бар заттар болуы мүмкін, немесе өзіміздің жүріп жатқан саясатқа пайдасы, немесе біздің инфрақұрылымға пайдасы бар болу гранттар болуы мүмкін. Сондықтан соны біз қазір ажырата білуіміз керек. Мәселен, енді жаңағы айтып өткен елге пайдалы болса, біз үкімет тарапынан өзіміздің қоғам тарапынан бүгінгі күнде сол бөлініп жатқан қаржыларға, осы күнге дейін бөлінген қаржыларға, болашақта бөлінген қаржыларға біз міндетті түрде оны саралап қарауымыз керек. Егер өзімізге пайдасы тиетін, жаңағы сол гранттардың мақсаты еліміздің мүддесі үшін жұмыс істейтін болса, оны неге пайдаланбасқа? Ал егер біздің қоғамның, мысалы үшін біздің мәдениетке қарсы, біздің ұлттық құндылықтарға қарсы болса, немесе бір басқа бір қазіргі күнгі мемлекеттің саясатына қарсы бір гранттар болса, оны біз міндетті түрде бір қайтарып немесе қабылдамауымыз керек сияқты. Қоғамның ішінде шетелден грант алғандар сыртқы мүддеге жұмыс істейді деген бір сын жиі айтылады. Бұл қаншалықты орынды деп ойлайсыз? Енді жаңағы оның ішінде
ақ қараны анық айқындайтын өзіміздің қоғамның санасы даму керек та. Үкіметтің санасы, мәжілістің санасы. Жаңағы айтып өткендей, ол келген медиа мәдениет те бар, сырттан ақша келді деп болды, бұл тек қана сатқындық. Бұл ақшаны тауып жұмыс істеген адам бәрі сатқын деп санауға болмайды. Оның ішінде жаңағы мен айтып отырмын, бір қызыл кітапқа енген, мысалы үшін жануардың түрін санын көбейту мақсатында бөлінген грант болса, егер ол біздің елімізге керек болса, біз оны пайдалануымыз керек. Ол өйткені жаһандық тұрғыдан бір қоғамдық проблемалардың шешу мақсатында бөлініп жатқан ақшалар. Мысалы үшін Каспийдің жаңағы 5 елдің арасында жатқан үлкен біздің теңізіміз ғой. Теңіз деп атаймыз. Соның мысалы үшін проблема, экологиялық проблемасын ше, оны су тартылып жатыр. Оны біз халықаралық гранттар келмесе, ғылыми зерттеу жұмыстары дұрыс жүрмесе, мүмкін біз ол ертең Каспийіміз аралдың тағдырын кешіп кетуі мүмкін ба. Сол жерге мысалы үшін бізге көмек керек халықаралық гранттық ұйымдардан, халықаралық ғылыми зерттеу орталықтарынан. Жаңағыдай инфрақұрылымдық жобалар бар. Мысалы үшін ол біздің еліміздің мүддесіне, елімізге пайдалы заттар. Яғни сіздің ойыңызша шетелден грант алған кезде ұлттық мүддеге сәйкес белгілі бір фильтр қойылу керек, міндетті түрде. Ол фильтр неден түзілу керек? Мысалға біздің экологиямызға, табиғи ресурстарға қатысты мәселелер болса, жаңағы сіз айтқан қызыл кітапқа қатысты, жан-жануарлар, денсаулыққа қатысты болса, сол гранттардан біз бас тартпауымыз керек. Ал сөз бостандығына келген кезде, немесе жаңағы бұқаралық ақпарат құралдарына келген кезде біз сонда шектеу қоюымыз керек қой, Соны егер зерттеу мақсатында оның проблемаларын ашып көрсетуге керек болса, оны мүмкін пайдалану керек шығар. Бірақ оның барлығы міндетті түрде мемлекет тарапынан бір сүзгіден өту керек. Оның сүзгісі белгілі. Халықаралық ұйымдардан келген қаржының барлығын, мысалы үшін үкімет тарапынан егер қабылданатын болса, оны міндетті түрде жаңағы мәжіліс қабырғасында, сенат қабырғасында ратификация өткізу керек. Тек қана кеңінен талқылағаннан кейін, кеңінен талқылаудың арқасында, мысалы үшін мәжіліс қабырғасында талқыланатын болса, біз оның елге пайдалы, елдің мүддесіне керек екеніне көз жеткізе аламыз. Ал егер ол жабық күйде қабылданатын болса, әрине біз оның ішінде не мақсаты бар, қандай мақсатта жұмсалады, немесе оның ел мүддесіне қарсылығы бар ма, жоқ па, біз оны ашық көрмегеннен кейін жаңағындай қауесет әңгімелер жүру мүмкін. Бұл жаңағындай басқа елдің мүддесіне жұмыс істейді, немесе ол жерде сол ақшалармен кірген адамдар жаңа басқа елдің экономикасына жұмыс істейді деген бір қауесет әңгімелер жүру мүмкін. Өйткені жабық нәрсе ол міндетті түрде өсекпен артынан өсек ергізетін нәрсе, да? Егер біз ашық талқылаумен қабылдайтын болсақ, онда жаңа пайдалы екеніне көз жеткізіп, содан кейін қабылдауға болады. Қоғамдық талқылаудан кейін дейсіз ғой. Енді қоғамдық жалпы референдум өткізбей-ақ, мысалы үшін халықтың 98 депутаты мәжілісте отыр. Егер солардың ішіне бір сүзгіден салып өтсе, сол жерде-ақ көрініп қалады оның елге пайдасы жоқ бар екен. Жақсы, онда депутаттар дегеннен шығады, Қазақстан халық партиясы шетел агенттері туралы заң жобасын әзірлейді. Нақты айтсақ, бұған дейін осы партияда мәжіліске сайланған депутат Ирина Смирнова журналистерге осылай деп айтқан еді. Бұл заң біздің ұлттық мүддені қаншалықты қорғай алады деп ойлайсыз? Бұған дейін бұндай мәселелер жиі көтерілмеген. Қазір енді қарасаңыз, Грузияда, Ресейде шетел агенттері туралы заң қабылданды. Өз мемлекетінде жаңағындай сырттан қаржыландырылатын үкіметтік емес ұйымдар бар. Содан кейін әсіресе қоғам белсенділері бар, нақты осы бір салада жұмыс істеп жүрген бақ қызметкерлері бар. Соларға мысалға шетел агенттерінің аттанып жұмыс істеуіне, ел аумағында жұмыс істеуіне шектеу қойды деген сияқты. Ертең бұл заң қабылданса, біздің ұлттық мүддеге қалай жұмыс істейді және қабылдану керек па? Меніңше дабыл қағатын жағдай емес, өйткені егер қазір Қазақстан азаматтарының арасында мысалы үшін шетелдік агент болып, мысалы үшін біреу сол сыртқы қаржыландыру алып, сол басқа елдің мүддесіне жұмыс істейтін болса, оны ұлттық қауіпсіздік комитеті міндетті түрде кісендеп алып кетеді. Заң бұзған үшін, жаңа ұлтқа елге сатқындық жасаған үшін, оған өз заң талаптар бар, қылмыстық кодексте де барлығы бар. Егер мысалы үшін мемлекеттік құпияны, ашық ақпаратты немесе ішке іріткіс салу мақсатында жұмыс істейтін біреу болса, оны мысалы үшін күшті құрылымдар өздері жұмысын жасап, өздері тұтқындайды, сотпен жаңағы қылмысын дәлелдейді. Енді мына заңның шығуы және талқылану, қоғамда болып жатқан өзгерістер, енді геосаяси жағдайда біз жаһандану заманда өмір сүріп жатырмыз, геосаяси көршілігімізде болып жатқан жағдайлар бар. Енді бұл заңның қабылданбауы енді көпшілік шешеді оны мәжілісте. Мен мысалы үшін жеке өзім бүкіл мәжіліс үшін айта алмаймын. Сондықтан енді біздің саяси оппоненттеріміз ғой басқа партия ұсынған екен.
Енді біз де әртүрлі нәрсе ұсынамыз. Мысалы үшін лудоманияға қарсы ұсыныс жасадық кезінде, вейпке қарсы ұсыныс жасадық. Оның енді қолдау табылды ма, табылмады. Одан басқа да мысалы үшін жасалған ұсыныстар кейбіреулер қолданыс таппады. Сондықтан бұл көпшілікпен шешілетін нәрсе. Бұл талқылауға түсу керек, көпшіліктің арасына түсу керек. Сондан кейін талқыланғаннан кейін бұның жаңағындай қазіргі уақытта біздің елге пайдасы бар ма, жоқ па, және біздің қоғамда белсенді жұмыс істеп жатқан азаматтардың құқықтары қорғала ма, немесе жаңағы саяси репрессияға ұшырай ма, сол мәселелердің бәрін талқылап, енді бізге қоғамға керекті заң ретінде қабылданатын болса, әрине мен қарсы емес. Кейбір ұйымдар грант алып жүріп донордың күн тәртібімен жұмыс істейді деп жиі айтылады. Өзіңізде келісесіз ба бұнымен? Мысалы, донордың күн тәртібімен деген сөз, яғни жаңа бағана айттыңыз ғой, судың да сұрауы бар деп. Кім ақшаны төлейді, сол музыкаға тапсырыс береді деген тәмсіл бар ғой. Бұл шын мәнінде қауіп пе, әлде бір асыра айтылған пікір ме? Егер жаңағы берілген қаражаттың немесе басқа елге кірген қаражаттың мақсаты іште, мысалы үшін конституциялық құрылымды бұзу керек болса, әртүрлі принциппен, әрине бұл қаражаттар меніңше жаңағыдай дұрыс емес бағытта. Бірақ әртүрлі халықаралық ұйымдар бар, бағыты, мақсаты дұрыс. Экологиялық мәселе болсын, басқа мәселелер болсын, олардың мақсаты дұрыс. Олар мысалы үшін меніңше бір саяси астар жоқ мәселелер. Бірақ мысалы үшін көп көршілеріміз арасында революция көп болған. Қырғызстанды алсақ, ең көп жаңағы донорлық ақшалар кезінде кірген, көптеген қоғамдық ұйымдар құрылған. Оның ішінде жаңағындай көптеген ақшалар үкіметтің қараусыз кіріп кетті. Сол себептен меніңше сол жаңағыдай ең көп революция болған, жаңағы қоғамдық дүрбелеңі болған қоғам құрылды да сондай. Қазіргі отырған азаматтар сол елді басқарып, соны бәрін тәртіпке келтіріп жатқан сияқты. Солай деп ойлайсыз ба? Меніңше солай. Ал Украинадағы революциялардың себебі неде? Украинадағы революциялар енді меніңше ол жерде бұл бөлек талқыланатын мәселе, әрине. Бұл өте бір саяси тараптан және геосаяси тараптан әртүрлі мүдделердің қақтығысы бар ол жерде. Бұл жерде тек қана Украинаның ішіндегі мәселелер ғана емес. Украина сыртында жаңағы Ресеймен жаңағы Европаның және Американың жаңағы географиялық, геосаяси сұрақтар бар. Бұл солардың жаңағындай тоғысында қалған ел ғой. Сондықтан сол жерде бұл тек қана Украина ішкі саяси мәселелер емес, оның сыртындағы болып жатқан шаруаларды. Бұл жерде енді сол елді басқарып отқан адамдардың сол кездегі бір дұрыс немесе дұрыс емес қабылдаған шешімдердің негізінде болып жатқан шаруа қазіргі. Жалпы қазіргі таңда геосаясатта біз шынымен де бір шатқаяқтап тұрған заманда өмір сүріп жатырмыз ғой, турбулентті деп айтамыз ғой. Сондай кезеңде өмір сүріп жатырмыз. Кеше дос болған елің, тіпті туыс болған елің ертең тіпті келіспеушілікке дейін баруы мүмкін, кейбір мәселеге қырғи қабаққа дейін баруы мүмкін деген сияқты үлкен түсініспейтін, принципті түрде қарсы шығатын бір сұрақтар туындап кетеді күтпеген жағдайдан. Осындай кезеңде бұқаралық ақпарат құралдары, сөздің деп айтайықшы, ақпараттың рөлі қандай? Бұндай кезінде әрине ақпаратта өте қарқын дамып келе жатыр. Мысалы үшін біз егер әлеуметтік желілерге кіріп қарайтын болсақ, жаңа Ресей мен Украина қақтығысында әлеуметтік желіге қарасақ, бір керемет Украина бір Ресейді жаулап тұрған сияқты да. Ақпарат арқылы әртүрлі мысалы үшін жағдайды ақты қара, қараны ақ көрсетуге болатын заманда өмір сүріп жатырмыз да. Оның ақиқатын таба білу адам мысалы үшін қазір ізденбейді. Бір ақпарат келді де қарайды, соған сене салады, осылай екен деп, содан кейін сол ақпаратқа сеніп жүре береді. Бірақ жаңағындай енді сол ақпараттың қазіргі рөлі үлкен. Халық мысалы үшін ақпаратты саралап, мысалы үшін журналист сияқты немесе бір саяси қызметкер сияқты анық-қанығын қарап іздеп отырмайды. Ақпарат ғаламда әртүрлі сапырылып жатқан ақпараттар. Біреу дұрыс ақпарат, біреу қисық ақпарат, біреу бір нейтралды ақпараттар бар. Соның барлығын мысалы үшін кім саралап жатпайды. Ол жерде енді қандай мысалы үшін қоғамға деген бір қандай қауіп бар? Дұрыс емес ақпараттың көбейіп кетуі. Жалған ақпараттың, немесе жаңағындай бір елдің ішінде бір-біріне сенім артып жүрген, жаңағы дос болып жүрген елдердің арасында, мысалы үшін бір қисық ақпараттар көп болып кетсе, бұл екі елдің арасында сенімсіздік тудырады. Сондықтан бұл ақпарат алаңының меніңше бір реттеу механизмі болу керек міндетті түрде, бірақ ол жаңағындай сөз бостандығы мен еркін сөйлеу демократияның принциптерін бұзбау керек. Сондай бір не есе өлмейтін, не арбасынбайтын бір жағдай болу керек меніңше. Ал тым еркін жіберсек, бұл жерде жаңағындай
дұрыс емес ақпарат толып кетсе, ертең оның жаңағындай ауыздықтау қиын болып кетеді. Оның өзінің бір үрейі бар. Сіз өзіңіз мысалы ақпаратты қалай тексересіз? Енді ақпаратқа жаңа мысал үшін бұл жағдайда енді әрине біз ақиқатын білеміз басынан бастап. Қалай болған, не болған ақиқатын бәрін білеміз. Сондықтан біз бұл жерде жалпы айтып отырмыз. Факт чекинг керек емес. Ал жалпы қоғамда болып жатқан жағдайда мысал үшін егер жаңағы біздің әріптесіміз өзі дұрыс ақпаратын жаңағындай шығармаса, немесе жаңағындай бір сол жағдай бойынша ақиқатты ешкім шығармаса, мысалы үшін басқа жаңа шабуыл жасап жатқан ақпарат құралдарына сеніп кететін, еріп кететін халық болса, онда жаңағы адам бір ертең өз-өзін ақтай алмайтын жағдайға кетіп қалады. Сондықтан бұл жерде бір мен айтып отырмын ғой, бір реттеу механизмі болу керек та. Бірақ сөз бостандығы мен демократия еркіндіктерін қайшы келмейтін. Сіз сұраққа жауап бермедіңіз. Ақпаратты қайдан аласыз? Мен өзім жеке мысал үшін қайдан аласыз, және де оның рас не өтірік жалған екенін қалай тексересіз, анықтайсыз? Мысал үшін бір ақпарат келсе, әртүрлі бағытта, мен енді соны зерттеп көремін. Әртүрлі жаңағындай поисковик дейміз ғой, Яндекс бар, Google бар, әртүрліне салып көремін. Біреуі жаңағы ресейлік, біреуі америкалық, чат GPT-ға салып көремін, одан Телеграмға да салып көремін. Содан жиналған ақпараттың барлығын оқимын, содан салыстырамын. Өте өзекті маңызды ақпарат болса ғана сөйтіп? Иә, маңызды ақпарат. Оның барлығын тексеру мүмкін емес. Оған қоса мен әлеуметтік желілерде өзім отырмаймын. Өйткені ақпарат ағыны өте көп, уақытымды барлығын алып қояды, негізгі жұмысымнан назарымды бұрып жібереді. Сондықтан мен әлеуметтік желіде өзім отырмаймын. Парақшаңызды кім жүргізеді сонда? Парақшамды жаңағындай менің тек қана ресми парақшам бар. Өмірімнің жеке өмірім жоқ ол жерде. Ресми парақшамды жаңа жалданбалы өзімнің мобилограф, SMM маманым бар, сол адам жүргізеді соны. Яғни Инстаграмда немесе Фейсбукта жазылып жатқан ой пікірлер сіздің сөзіңіз емес қой? Жоқ, менің сөзім, мысалы үшін мен қазір осы жерде айтып отқан ойым сол жерге салынады, мысалы үшін. Немесе басқа жерде айтылған ойым сол жерге салынады. Мен оның жаңа контентін қараймын, бірақ өзім оны жүргізбеймін. Сіз жаңа жақсы мәселені айттыңыз, ақпараттық қауіпсіздігі жайында, және сөздің еркіндігін екеуін тең ұстау керек деп. Біз айтамыз, тең ұстау керек дейміз, бірақ қалай тең ұстаймыз деген сұрақ туындайды. Бұндай кезде өзіңіз айтпақшы, арбаны сындырмай өзеннен өткізу оңай шаруа емес. Тең ұстаудың жаңа бағанада біз ұлттық мүддеге сай келетіндей фильтр болу керек деп отырмыз, иә? Ол фильтр қандай болу керек? Яғни сүзгіден өткізуіміз үшін. Фильтр ертең цензураға айналып кеткен ешкім қаламайды ғой. Иә? Осындай болмас үшін, осындай мәселелердің алдын алу үшін біз не істеуіміз керек? Оның қандай шарттар болуы тиіс деп ойлайсыз? Енді мынау кішкене осы бір-екі жылда болған шаруаны айтып өткен, инфлюенсерлер туралы заңды қабылдаған кезде, ойбай, цензура болады, анау болады, мынау болады деп біраз қарсы шыққан адамдар бар. Бірақ заң қабылданды, ешкімнің мысал үшін жаңағындай тынысы тоқтаған жоқ. Бар, жұмыс істеп жатыр. Бірақ оның ішінде жаңағындай егер кәсіпкерлікпен айналысатын адамдар болса, олар салық төлеуге міндеттелді, олардың жаңа бюджеттерін көрді барлығы. Енді олар салық төлей бастады. Мысалы үшін ішінде жаңа кәсіпкерлікпен айналысып. Одан басқа ақпаратты беретін адамдар кішкене заң қабылданғаннан кейін өзінің ақпараттарын нақты бір жаңа ссылкасы болмаса, жаңа ол бір жерден ақпаратты алып, нақты бір сол ақпараттың шыққан жерін көрсете алмаса, оны жарияламайтын болды. Кішкене бұл жерде фильтрация пайда болды. Бірақ бұл сөз еркіндігі мен демократиялық принциптерді бұзған жоқ. Тура осындай, мысалы үшін, заңнамалық түрде жаңағындай екі жақ тарапты да талқылап, ашық талқылау барысында бір консенсуске келген жағдайда бұл заңдарды қабылдауға болады. Мысалы, біз бағынан бері айтып отырмыз ғой, шетелден грант алатын ұйымдар жайында, бұқаралық ақпарат құралдары жайында. Солар өздерінің мысалға есеп қисабында қаржыландыруының қалай жүргізіліп жатқан көрсетіп, ашық жұмыс істеп жатыр деп айта аласыз ба? Мен айта алмаймын, өйткені ол ақпаратты мен өзім тексеріп көрген жоқпын. Жаңағындай факт чекинг қой. Мен мысалы үшін қазір оны айта алмаймын, өйткені нақты мен ол үшін арнайы үкіметтік ұйымдарға сұраныс жіберіп, көзімді жеткізгеннен ғана айта аламын. Бірақ менімше елде болып жатқан жағдайдың барлығы, қаржы министрлігі бар, басқа да арнайы мемлекеттік күшті құрылымдар бар. Солардың барлығы бақылауда ұстайды. Бүкіл қаржы айналымы, ақшаның бәрі қайда жүріп жатыр, кімнен келіп, қайда жүріп жатқан барлығы менің білуімше солардың қарауында, назарында.
Жақсы, егер ертең мысалға шетелдік гранттар тоқтап қалса, сол арқылы күн көріп жүрген бұқаралық ақпарат құралдары бар, үкіметтік емес ұйымдары бар, солар қалай өмір сүре алады, немесе жұмысын қалай жалғастырады деп ойлайсыз? Енді меніңше осы күнге сол гранттар келмей тұрып бірдеме өмір сүрді олар, немесе болған жоқ. Арасында ондаған жылдар бойы сол тек қана грантпен жұмыс істеп отырған үкіметтік емес ұйымдар бар мысалы. Енді сіз өзіңіз жаңа сұхбаттың басында айтып өткендей, Дональд Трамптың келуімен жаңа гранттар азайды біздің бағытқа қарай. Меніңше сол кезде енді олар өздерінің шешімдерін қабылдай бастаған сияқты, өйткені немесе олар басқа қаржы көздерін іздейді, немесе жаңағыдай өздері бір кәсіпкерлікпен айналысып, немесе жаңағыдай өзінің ісінің бағытын өзгертетін сияқты. Енді бұл нарықта біреу жаңағыдай келіп жатса, біреу кетіп жатады. Бәлкім мемлекет тарапынан керісінше өзіміздің осындай гранттарымызды көбейту керек шығар. Былайша айтқан кезде босап жатқан орынға өзіміздің гранттарымыздың санын артығымен бөліп қаржыландыруды қайта қарау керек шығар. Қалай ойлайсыз? Меніңше дұрыс тенденция, өйткені өзіміздің мысалы үшін мемлекеттік саясатты мысалы үшін іске асырып жатқан кезде көп жерде біз мысалы үшін өзіміздің депутат тарапынан айтадымыз ғой, не акиматтар, не министрліктер дұрыс ақпарат халыққа жетпейді деп. Мысалы үшін сол үкіметтің жасап жатқан жұмысы, біраз жұмысы бар, жақсы жұмысы бар, бірақ бұл ақпарат мысалы үшін халыққа дұрыс жеткізіп жатқан жоқ. Мүмкін сол жерлерге бағыттау керек шығар. Жаңа грант арқылы мемлекеттің саясатын, сыртқы саясатын, ішкі саясатын, экономикалық жетістіктерімізді, мысалы үшін бір жаңа жобаларымыз, ол ертең тек қана біздің болашақ буындарға емес, жалпы орталық Азияға, мысалы үшін бір сауда-саттық бағыттарға, жаһандық бір сауда-саттық бағыттарға өзінің үлесін қосып жатқан шығар. Соны біз айтып жатқан жоқпыз көбісін. Істеліп жатса да айтылып жатқан жоқ. Мүмкін сол бағытқа бағыттау керек шығар мемлекеттік ақпараттық саясатты. Меніңше ол дұрыс тенденция, ол болу керек. Қаржыландыру механизмін жетілдіру керек дейсіз ғой, бір сөзбен айтқан кезде. Мемлекеттік қауіпсіздікті, ұлттық мүддені ескерген дұрыс, әлбетте. Себебі әлем картасы қалай өзгеріп жатқанда көріп отырмыз. Мысалға, Таяу Шығыстағы жағдайлар, Араб түбегіндегі жағдайлар, түрлі түсті революциялар. Бұлардың ашығын айтуымыз керек, көбісінің қалай қаржыландырылғаны қазір өте қатты айтылып жатыр. Түрлі ресми ақпарат көздерінен де, бейресми емес, бейресми ақпарат көздерінен де айтылып жатыр. Осы тұрғыда жұмыс саясатта, геосаясатта, жалпы саясатта жұмсақ күш деген түсінік бар. Біз осы жаңағы айтып отырған гранттарды жұмсақ күш деп қарауымыз керек пе, жоқ әлде тек қана грант деп қарауымыз керек пе? Біз ол жерден жаңағыдай саралауымыз керек, сүзгілеуіміз керек, немесе оны қабылдамауымыз керек ондай гранттарды. Біз мысалы үшін бір аяққа мықты тұрған бір орта державамыз. Жаңа ішкі жалпы өніміміз мықты, жаңа бюджетіміз бар, ұлттық қорымыз бар. Енді әртүрлі экономикалық жағдайларымыз, бірақ андай бір ертеңгі күнін көре алмайтын сол грантқа қарап қалған мемлекет емеспіз. Сондықтан біз бұл жерде таңдау жүргізе аламыз, сүзгі қоя аламыз, меніңше. Сондықтан біз соны міндетті түрде сүзгі арқылы, талқылау арқылы қабылдауымыз керек. Сол елге егер қажеті жоқ болса, егер ел мүддесіне қарсы болса, біз оған сүзгі қойып, біз одан бас тартуымыз керек. Енді Республика партиясының мүшесін шақырып отырып студиямызға бұл сұрақты қоймай кетпеске болмас. Руслан Берденовтың партиядан шығуына қатысты әртүрлі әңгіме айтылып жатыр. Мысалға, біреу өз еркімен кетті дейді, біреу жаңағы партияшілік қысымнан кетті деген сияқты түрлі ақпараттар тарап жатыр. Рас неде? Біріншіден, Руслан мырза партиядан кеткен жоқ, партия мүшесі болып қалды. Бірақ тең төрағалығынан кеткені бар. Бұл жерде мынандай мәселе. Мемлекеттік қызмет заңы бойынша саяси қызметке тағайындалған қызметкер саяси партиядағы қызметінен босатылады. Ол мысал үшін, бірақ мысал келтірейін, біздің президентіміз партияның төрағасы ретінде сайланғаннан кейін президенттікке партияны босатты. Ол сол кезден бастап президент айтты, енді партия жаңағындай саяси партияның басшылығы және саяси қызмет екі бөлек болады деді. Әкім, министр мысалы үшін партияға қатысы жоқ, бөлек адам болады деді. Содан кейін келе жатқан тенденция, содан кейін жасалған өзгеріс. Енді Руслан мырзаның жаңағындай Шымкент қаласы әкімінің орынбасарына тағайындалғаннан кейін бізге мемлекеттік істер агенттігі, үкімет тарапынан партияға арнайы хаттар келді. Ол қызметінен босатылу керек. Енді біз әріптесіміз болса барынша создық ол мәселені. Одан кейін жаңағындай жағдайға ұшырады, жаңағы атылды деген сөз.
жағдайға ұшырады, одан кейін тағы созылды, одан кейін жаңағы бізге тағы да мемлекет тарапынан осындай үкімет мемлекеттік істер агенттігі тарапынан тағы да бір хат келді. Енді біз барынша создық, бірақ шешім қабылдауымыз керек деп. Сондықтан бізде сол кездегі бір болып жатқан бір съездің көлемінде сол сұрақты да біз қарастырып тастадық. Бірақ Руслан мырзаның мен өзім жеке айтып өтейін, салған үлесі көп партияға. Сондықтан егер енді бірінші қазір денсаулығын дұрыстау керек, оның саяси партияда қызметі немесе ана жақтағы әкім орынбасары, меніңше ол басты бірінші байлық денсаулық. Қазір денсаулығын реттеу керек, денсаулығын реттегеннен кейін егер ол саяси қызметке қайтып келем десе, саяси партия қайтадан тең тұрғалы келем десе, ол қайтып қабылдау 2 күндік шаруа. Халықты жинаймыз да, жартысын онлайн қосылады да, одан кейін жаңағындай қабылдау процесі жүреді. Оған еш кедергі жоқ. Саяси лауазымын, яғни саяси қызметін әрі қарай жалғастыру мүмкін ба? Немесе тоқтата ма? Мына жағдайға байланысты түрлі енді сыбыс тарап жатыр. Меніңше парламенттегі осы партияның мүшесі ретінде сіздің көзқарасыңыз маңызды сияқты бұл жерде. Бұл жерде енді көрдіңіз бе, менің жеке көзқарасымнан бұрын заң үстемділігі бар ғой. Заң бізге былай айтады. Мысалы, мемлекеттік қызмет, саяси қызметтегі адам, мен білуімше, егер жаңа денсаулық жағдайына байланысты жатыр мысалға. Енді жұрттың аузына қақпақ бола алмайсың ғой, Олжас мырза. Әртүрлі пікірлер айтып жатыр. Негізі бұл бүгінгі біздің тақырыбымыз емес еді. Осымен Руслан Берденовтың саяси карьерасына нүкте қойылды деген сияқты әңгімелер айтылып жатыр. Енді сот шешім қабылдады, кімнің қылмыскер екенін бәрін білеміз жағдайды. Дегенмен де бұл енді Руслан Берденовтың саяси мансабына үлкен сұрақ қойылды деген сияқты. Өзім жеке пікірімді айтып өтейін. Егер жаңағындай Руслан мырза денсаулығы бәрі Құдай қаласа дұрысталса, егер ары қарай саяси қызметке араласам десе, саяси партияның тең төрағалығын жалғастырам десе, өз еркі. Ол тең төрағалықта болды, жұмысын атқарды, оған ешқандай мін болған жоқ партия тарапынан. Бірақ саяси қызметке ауысқаннан кейін жаңағындай амал қолдану керек болды. Бірақ оның шығысы бар, кірісі жоқ есік емес ол. Бізде мысалы үшін ол екі жақты есік. Руслан мырзаның қай уақытта қайтып келем десе, тең төрағалыққа қызмет етемесе, оның өз еркі, ол қайтып келе алады. Жаңағы партияның айтқандай 2 күнде жиналыс өтеді, сонымен қайтып қабылданады. Енді жалпы оның саяси мансабына нүкте қойылды деген нәрсеге мен енді нақты бір нәрсе айта алмаймын. Өйткені нақты болғанда солай болады деп айта алмаймын. Өйткені ол әртүрлі факторға байланысты. Мысалы үшін егер саяси нүкте қою үшін бұл жағдайда, мысалы үшін енді жұмыс бабында әртүрлі жағдай болады, бір қатан сөйлеген шығар, бірақ ешқандай нәрсе адамды атуға рұқсат бермейді. Бұл қылмыскер жасаған қылмысын жазасын алды. Енді бұл жерде Русланның не кінәсі бар, ол қандай саяси дақ жасады, мен түсінбеймін ондай нәрсе. Айтылып жатқан пікірлерге қатысты. Жоқ, пікірлер енді айтыла береді ғой, енді 20 миллион адамымыз бар, 20 миллион пікір болуы мүмкін. Сондықтан біз оның барлығын, мысалы үшін біреуі дұрыс емес деп айтамыз. Мен жеке пікірімді айтыламын да. Сіздердің тараптарыңыздан партияның тарапынан нақты шешім қабылданған жоқ. Жоқ, партия тарапынан мен жаңа айтып өттім, партияда ол өзінің абыройы бар, өзінің орны бар. Ойып алған орны бар, оны ешкім алып қоя алмайды. Өзінің орны бар, қай уақытта қайтып келем десе, тең төрағалықты қайтадан жалғастырады. Ал егер мынау жалпы саяси тұрғыда мемлекеттік қызметте нүктесі қойылды десем, меніңше оның бір ешқандай бір бұл жерде бір жаман этикалық тұрғыдан бір жаман нәрсе жасаған жоқ. Енді жұмыс бабында әртүрлі жағдайлар сөйлесу болады. Жұмыс бабында жиналыста болған нәрсе, одан кейін адам келіп оны атады. Ол атқан адамды, мысалы, заң үстемдігі принциппен қарайтын болсақ, еш нәрсе ақтай алмайды. Өйткені не айтса да, қандай дауыспен айтса да, не айтылса да, оған оны атуға ешкім құқық берген жоқ. Сол тұрғыдан қарау керек та. Сондықтан бұл жерде Русланның қандай кінәсі бар? Сол күні кештеу шыққаны ма, әлде жаңағындай сол жігіттің андай ататын білмегенінде ма? Бұл жерде енді айтып келмейтін нәрсе ғой. Ондай жағдай болды. Енді қылмыс жасалды, қылмыскер жауабына тартылды. Бұл саяси мансап қандай. Бірақ бұл жерде мынандай нәрсе бар. Егер мемлекеттік қызметкер өзінің жұмысын денсаулығына байланысты ұзақ мерзімде атқара алмайтын болса, ол жұмыстан босатылуы мүмкін. Мен білуімше сондай нәрсе бар. Сондықтан бұл жерде меніңше Руслан мырза өзінің денсаулығын реттеуін таңдайтын сияқты. Рахмет, негізгі сұрақтарымызға жауап алған сияқтымыз. Енді өзіңіздің
саяси карьераңызға қатысты талай эфирде жауап беріп жүрсіз ғой. Біз бүгін осы жаңағы шетелдік гранттар мәселесін талқыладық. Уақыт тауып келгеніңізге алғыс айтамыз. Қымбатты достар, студиямыздың бүгінгі қонағы парламент мәжілісінің депутаты Олжас Құсбеков. Баптаймыз деп бекер қойған жоқпыз хабарымызды. Мұхтар Мағауин адамға еңбек керек, машық керек, одан кейін бап болады дейді. Әр қазақ бабында болсын, бабымыз болса, бағымыз жанады. Біздің парақшамызға жазылыңыздар, ой пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Сау болайық.